Халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжінің 3-ші курс 302 туризм топ студенті Жұман Шыңғыс. Абай Құнанбайұлының 20-шы қара сөзі. Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пендеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өз тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңіл аз ба көп пе жалығады. Оның үшін бәрінің ғайбын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да суый бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әрбір мақұлыққа Құдай тағала бір қалыпта тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыптан тұра алады? Бірақ осы жалығу деген, әрнені көрем деген, көп көрген дәмін, бағасын, бәрінің де баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Соншалық ғұмырының баянсызын, дүниенің әрбір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайғысыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын.